Мәселе, задача, проблем. Кіріс мәліметтері, входные данные, input date. Шығыс мәліметтері, выходные данные, output date. Нәтиже, результат, result. Компьютердің көмегімен есеп шығару кезеңдері. Бірінші кезең мәселені қалыптастыру. Екінші кезең математикалық немесе ақпараттық модельдеу. Үшінші кезең алгоритм құру. Төртінші кезең программа құру. Бесінші кезең программаны өңдеу және тестілеу. Алтыншы кезең нәтижелерді талдау, модельді нақтылау. Мәселені қалыптастыру кезеңі есеп шығарудағы ең алғашқы кезең. Мәселені қалыптастыру кіріс және шығыс мәліметтерін сипаттайтын есеп шартының нақты құрылымы. Есептің кіріс мәліметтері есепті шешу үшін пайдаланылатын мәліметтер. Есептің шығыс мәліметтері есепті шешу нәтижесінде алынған мәліметтер. Мәселені қалыптастыру кезеңінде есептің ақпараттық моделі негізінде шешудің мақсаты қалыптасады және есептің мазмұны толық сипатталады. Бұл кезең ауызша жүреді. Белгілі және белгісіз мәліметтердің табиғаты мен мәніне талдау жасалады және мәселені шешуге болатын жағдайлар анықталады. Мәселені қалыптастыру кезеңінен кейін математикалық немесе ақпараттық модельдеу кезеңінде ауызша, яғни қандай мәселені шешуіміз керектігі ауызша түрде анықталатын болады. Мәселені қалыптастыру процесі мынадай сұрақтардың негізінде жүзеге асады. Не берілді, нені есептеу керек, белгісіздер саны нешеу және олар қандай белгісіздер. Есептің жауабын алу үшін компьютерге не енгізу керек, шешімді қалай анықтаймыз, қандай жорамалдар жасауға болады, шешімнің нақтылығына қандай талаптар қойылады. Мәселені қалыптастыру кезінде берілген шамалардың сипаттамалары, қасиеттері мен олардың арасындағы қатынастар ғана емес, сонымен қатар есепті шешуге қойылатын талаптар да анықталады. Есепті шешудің сәттілігі мәселенің дұрыс қалыптастырылуына байланысты. Мәселені қалыптастырудың жалпы түрі: бірінші, есептің шарты жүреді. Екінші, берілген, яғни бізде бастапқы мәліметтер. Нәтиже, есепті шығару нәтижелері. Нәтижелердің барлық мүмкін болатын нұсқалары сипатталады. Шарт, бастапқы мәліметтердің дұрыстығына шектеулер. Мұнда тек берілгенінде көрсетілген бастапқы мәліметтер бола алады. Байланыс, берілгені мен нәтиженің байланысы, яғни шыққан нәтижені тексеруге болатын формула.